мысалы әсерленіп қарым қатынасқа алып келетін болса, бұл проблема. Менің байқайтыным семьяларды мәселе ода емес. Сіз осыны жасамаған үшін сырттағы негатив емес, іштегі позитивке назар аудару керек көбінесе. Отбасы болғанда, сол екі адамның жеке қарым-қатынасына басқа адамдардың келіп араласуы, ата-ана, туған-туыс, дос-жаран, осы жағдайда мысалы көп адамдарда мысалы алдында бір психологтармен әңгімелескенде де айтады, мысалы ажырасу статистикасының ең жоғарғы болу себебінің бірден бір себебі осы отбасыға үшінші тараптағы адамдардың араласуынан пайда болатын конфликттер дейді, иә. Осы жағдайда екі адам жаңағы шаңырағы шайқалмас үшін басқа адамдармен границасын, жеке шекарасын қалай экологично деген қазір сөз бар ғой, экологично қалыптастыру керек соны. Өте бір амандықтар ренжітпей, өздерінің де жеке мұқтаждықтарын, өздерінің ыңғайлылықтарын сақтап қалып. Самый экологичный вариант ол сыпайы түрде ата-анасына, туысқандарына ескертіп айту. Самый экологичный вариант. Яғни дөрекілік көрсетпей, айқайламай, ұрыспай, ренжітпей, өкпелетпей, сыпайы түрде айту керек. Бұл менің әйелім. Бұл әйелді мен таңдадым. Егер әйелім жаман болса, оны таңдаған мен жаманмын. Мені сіз тәрбиеледіңіздер. Егер мен жаман болса, мен тәрбиелеген ата-анам жаман, значит. Өйткені бәрі по цепочке бір-бірімен связан нәрселер ғой. Сөйтіп айту керек. Сондықтан біз сіздің ақыл, ой, кеңестеріңізді әрдайым тыңдаймыз. Әрдайым ашықпыз, бірақ шешімді әрдайым өзіміз қабылдаймыз. Мен тыңдаймын, окей, ақылдасам, жоқ бізге келмейді екен. Мен тыңдаймын, күшті идея, бірақ біз оны істемейміз. Мен тыңдаймын, рахмет, сіздің кезіңізде пайдасы тиген шығар, біздің кезімізде оның қатты пайдасы жоқ, біз оны жасай алмаймыз. Осы тұрғыдан ақыл, ой, кеңес тыңдау, мән беру, мұқият болу, бірақ шешім қабылдаған кезде өз ойыңызбен шешім қабылдау. Бұл жерде ешкім ренжімейді. Кейбіреулер бар, жастар болса, әке-шешесіне сөз қайтарып, ерегесіп, аузын жап, ой, қойшы, мам, аузын жап, не деп жатсың? Қазір заман басқа. Бұл өте үлкен дөрекілік. Өте ұят нәрсе. Мәдениетсіз нәрсе. Не болса да тыңдап, хорошо, жақсы. Неге олай айттыңыз? Сондай ма? Точно ма? Хорошо, жақсы. Окей, мам, мен бір ойланып көрейін. Көреміз, бір шешім қабылдаймыз. Сөйтіп, ойланады. Блин, айтқан нәрсесі идеясы күшті екен. Блин, рахмет, мам, күшті идея айттыңыз. Біз соны қазір істеп жатырмыз, керемет пайдасын көріп жатырмын. Или кейбірде, мам, мен сізді тыңдадым, әрбір ойланып толғандым, бірақ мынандай нюанстарға байланысты істегім келмейді, істемеймін. Болды? Ешкім ренжімейді. Бұл жерде любой адамдардың арасында келісіп келіспеу деген екі түрлі вариант бар. Бұдан ыңғайсызданудың еш керек жоқ, и одан еш қорықпау керек. Осы тұрғыда сыпайы түрде айту. Сонымен қатар мынандай нәрсе бар, мысалға туысқандар араласады, бірақ туысқандардың араласуы егер ерлі-зайыптылардың қарым-қатынасына кері әсерін тигізетін болса, проблема. Кейбір жұптарды мен білем, айналасындағы адамдар араласады, бірақ екеуінің арасында қарым-қатынас жақсы болғандықтан әсерленбейді. То есть, мысалы, сенің маман маған сөз айтты, тиісті, сенің әпкең қонаққа келді, менің посуда жуған тамағымды жамандады деген сөздер, шағымдар, араласулар мысалға. Немесе вот сенің туысқандарың постоянно бізде ақша сұрай береді деген мысалға әрекеттердің, сөздердің барлығы, бұлар ішкі қарым-қатынасқа әсер етпейді. Сұрайды, айтады, жасайды, үйтеді, бүйтеді. Мысалы, мамасын тыңдап алып, күйеуі келіп бас салып әйелмен ұрысып жатса. Әйел мамасын тыңдап алып, келіп, мысалы, күйеуімен, вот сен бүкіл еркектер сияқты маған көзіме шөп салып жатсың, жұмыста жүрген жоқсың, сен оңбағансың, сен сорлысың, нормально үйде отыру керек деген сияқты мамасының сөздерімен әрекет етіп жатса, бұл қарым-қатынас құртатын нәрселер. Анау ақша сұрап жатыр, бере салайықшы, мынау ақша сұрап жатыр, жібере салайықшы деп айтып, әсерленіп, қарым-қатынасқа алып келетін болса, бұл проблема. Ал кейбіреулер бар, мамасын, папасын, туысқандарын бәрін тыңдайды, қажеттіліктерін естиді, бірақ әрдайым екеуі ақылдасып шешеді. Мамам былай деп жатыр, не істейміз? Жақсы идея, давай істейік. Мен әкем былай істеп жатыр, не істейміз? Білесің ғой, қазір жағдайымыз келмейді, жоқ дей салайық. Окей, жақсы, пап, жоқ, біз бере алмаймыз, көмектесе алмаймыз деді.
ақылдасып шешетін болса, онда сырттан кім не айтса да қарым-қатынасқа әсер етпейді. Және екінші маңызды момент, осындай нәрседе әсерленбеу үшін күйеу мен әйел бір-біріне көп уақыт өткізу керек. Шын мәнінде бір-бірін жақсы көру керек. Бір-біріне жиі илтипат жасау керек, бір-біріне жиі сыйлық жасау керек. Өйткені в конечном итоге мәселе сырттағы негатив емес, іштегі позитив. Іштегі позитив аз болған кезде сырттағы негатив әсер ете бастайды. Іштегі позитив мықты болатын кезде, иммунитет сияқты, іштегі позитив мықты болатын кезде сырттағы негатив әсер етпейді, или, по крайней мере, минимально әсер ететін болады. Менің байқайтын семьяларды отырып алады да, сенің маман үйтті, сенің әкең сөйтті, сенің ағаң бүйтті, сенің қарындасың сөйтті деп сырттағы проблеманы талқылай береді. Тоқтаңдаршы деймін да. Екеуінің араларында не бар? Қашан соңғы рет ресторанға бардыңыздар? Қашан соңғы рет бірге күшті уақыт өткіздіңіздер? Қашан бір-біріңізге соңғы рет илтипат еттіңіздер, сыйлық жасадыңыздар? Қашан соңғы рет, бір-біріңізге жылы сөз айттыңыздар, комплимент айттыңыздар? Білмеймін, жоқ, есімде емес, сол жұмыс қой, қайдағы мына проблемалардан оған уақыт жоқ. Мәселе ода емес. Сіз осын жасамаған үшін айналада әсерленіп жатсыз. Осын жасасаңыз, бір-біріңізге деген сеніміңіз нық болады, сезімдеріңіз мықты болады. Сөйтіп сырттағы адамдардан сіз әсерленбейтін боласыз. Сондықтан сырттағы негатив емес, іштегі позитивке назар аудару керек көбінесе. Сізді мазалайтын кез келген сұрақты пікірге жазып, маманнан дұрыс әрі толыққанды жауап ала аласыз. Ер денсаулығы жобасы сіздер үшін пайдалы әрі маңызды екеніне сенеміз. Сіздерден кері байланыс күтеміз. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар және де пікір қалдырыңыздар.